Бүгінгі видеода мен ердан көзін жұмғызып қинайтын болам. Ол мені осылай қинаған. Және де осы жолы мен одан өшімді алдым. Мына иісі басқаша шығып тұр. Халал ғой. Если что, китайский магазиннен сұмдық заттарды алдым. Келесі видео тез-тез шыққанын қаласаңдар, 225 мың подписчик немесе 2000 лайк жинап тастайық. Видео өте қызық болды. Каналға жазылып кетіңдер, себебі күн сайын қызықты видеолар шығатын болады. Сәлем достар, сендер Ерда каналына қош келдіңіздер. Сендермен бірге Әділ. Видео бойынша сіздер түсіндіңдер деп ойлаймын енді. Алдыңғы видеода Ерда мені жестко қинатқан, сендер білесіздер. Сол видеоны көрдіңдер деп ойлаймын енді. Осы күні, осы видеода, наоборот, мен Ерданы қинайтын боламын. В общем, қазір мен китайский магазинға барып, өзіме бір былай ұнайтын бір заттарды аламын да, сөйтіп Ерданы қинайтын боламын. Достар, вот мен келдім китайский магазинге и қазір заттарды таңдайтын боламын. В общем, алдында Ерда мен вообще аямады, так что бүгін енді кәдімгідей атамсы етемін. В общем, бір мынандай бір заттар бар екен. Мынандай бір андайды үлкен амбалный лапшалар да бар екен. В общем, мынандай бір сушниктер бар екен. Соны ойлап тұрмын, мен қайсысын алайын деп. Самый бір ерекше бір дәммен алу керек та. Мен көзіме что-то вот мынау сары түсті да. Скорее всего, осыны аламын мен. Бұл видеоның демеушісі 1xbet. Спортқа және де киберспортқа немесе жай ғана уақытты қызық өткісі келетіндерге арналады. Астыдағы закрепленный комментарийдағы ссылкаға өтіп 1x Ерда промокодын жазсаңыздар $520 дейін бонус береді алғашқы депозитке. Осындай бір сушня екен, бір сары, сырты мынандай алмұрт па, лимон ба, в общем, мынандай бір тәтті тұр екен суретте. В общем, мына қатарда бір тәтті бір нәрселер ма, сондай ғой деймін. И ойлап тұрмын, мынау бір банановый нәрсеті бар екен мына жерде, панданың суретімен. Осыны аламын ғой деймін. Я, в общем, осыны ала саламын. Мына жерде тоже бір неше түрлі қызық заттар бар екен. Но мен ойымша негізінде мынау банановый нәрсе, в общем, жетеді деп ойлаймын. Лапша отделениесіне келдім. И мына жерде неше түрлі всякий лапшалар бар екен. Енді ойлап тұрмын, қайсысын аламын деген деп ше. Бірақ вот байқасам, біз всегда бір кәдімгі бір етпен байланысты лапшаларды алатынбыз да. И ойлап тұрмын, мынау креветки дәмімен ала салайын ба деп ше. Ерекше болып көрініп тұр да осы жақта. Так что осыны алатын боламын. Мына жерде сосискаларға көзім түстім. И сразу же есіме түсті, что алдында Ерда маған издеваться еткен осы нәрсемен. И так что мен де оған қайтаратын боламын. В общем, мына жерде бір ашылар бар екен. И ойлап тұрмын, міне мынау кішкентайлардан дофигаға бала салып ше. Маған негізі қатты ашты. Түрлерінен қарасан енді. Ну, примерно осыншама жетеді деп ойлаймын енді. Так что ехал. Мен Ердан үйіне келдім. Вот не ол. Что там? Алейкум салам. Қалай жағдай? Не ожидал тебя, бэйби. Салам алейкум. Салам. Что там, ничего? Ну, в общем... Сразу эти деловые. Ой, прям, ё-бою. Так, в общем, сюрприз күтіп тұр сен негізінде. Серьезно, қазір? Я. Қазір. Ну, уже түсіндім деп ойлаймын енді, я. Дайындал бер. Ладно. Так, в общем, мне Ерда уже көзін жұмды. И бағана мен вот алып келдім. Вот китайский заттар бағана көрдіңіздер. И енді, в принципе, неден бастауға болады? Что там, стап көр, бәрі мұрат. Қалай ойлайсың, мынау не екен деп ше? Мынау не? Қайсы? Мынау. Сок? Сок, аха. Ага. Мынау не біле деп ойлайсың? Мынау не біле? Айбай, не біле мынау? Ойын жаман кетті. А не бар? Болды ма? Я. Оса? Я. Ладно. Тут yok mu? Давай, баста ой, Так, ну, осыдан бастайын деп шештім енді. Нәрсе соққан ба? Так, чуть-чуть аузын ашып ал, брат, чуть-чуть. Чуть-чуть. Қорықтар мен. Чуть-чуть аузын ашыр, брат. Нормально болады ғой, да? Чуть-чуть аузын ашыр. Жете ма? Чё, пошире, брат, ты чё? Не деп ойлайсың ғой? Да. Нормально. Опа! Не болды? Не давай. Ау.
Ой, шыңдалдың ғой. Аха. Нормально, психикам нормально, өз орнында. Келе сал, любовь. В общем, келесіне кеттік. Маған түрі біраз енді қорқынышты сияқты ма деп ойлаймын да. Что-то маған лично ұнамай тұр негізінде. Подожди. Давай маған біраз скидка болсыншы. Короче, мен қарындастарымды алып келдім, неха. Қарындасына бір рет көрсек, реакция жасасын, сосын бір мен жейінші. Қалай сендерге мынау? Қорқынышты. А? Бір жылан сияқты. Мен де сөйтіп ойлап тұрмын негізінде. Серьезно, жылан емес па анау? Ну, все возможно. Сізде бір сұнық сияқты нам, по-моему. Не искедің қазір? Серьезно, нормальный нәрсе ғой, да? Ну, енді дәм көру керек қой бірінші, брат. Ол нормальный ма, нормальный емес пе екен деп ше? Ладно. Давай уже. А может не надо? Жоқ, надо. Отказываться етін келе ма? Точно ма? Просто подписчиктер айтады, что ерда черт деген сияқты. Жарайды, әке сал. Бә, полный. Реально? Все, давай. Мынау серьезно жылан емес па? Может быть. Міне не болса да. Тофу ма не білем? Ешнәрсе ойыма келмеді. Тофуға ұқсады басында, бірақ потом ұмытып болып кетті. Қаншасын қойсын? Жетсін қоям. 7? Иә. Хорошо. Нан енді сен білесің, нан өзін ста. Нан өзін енді ашып. Нормально дәмі соқ қой, Ну, дәм көр енді, может. Андай дәмі жоқ, онша емес соққа қалса, ұнамайды. Сырты әдемі болып тұр, андай воображениемде, дәмі керемет деген сияқты соқ тұр да. От кейбір ішкенде, жаман болып қалса, вишняны білесің, маған вишня ұнамайды. Вишня алған жоқ шығарсың. Келесі можно ғой. Мынандай нәрседен бастаймыз енді. Келесі очередьта. Так. Пожалуйста, Әділ, нормальный зат. Что там, өзін аласың ба әлде? Қайда? Аузына қағып жіберейін ба? Жоқ, өзім алайын. Какой-то чипсы. Ненің дәмі мен? Блин, анау біз жейтін бір тәтті кукурузный палочка бар еді ғой? Тура сол сияқты, бірақ басқа дәм. Бананмен бауырым. Бананмен? Иә. Кукурузный палочка банан дәмімен? Иә. Не алып келгенсің, ебай. Лапша, что ли? Ага. Смело алып келші, любой лапшаңды, Лапша. Специя. Маған иісі келіп отыр. Бір теңіздің бір иісі шығып отыр, теңіз өнім. Не нәрсе, сразу айтшы. Жоқ, брат, мен айта алмаймын. Мой достарынан қаранышы. Не ол? Өзіне білмеймін негізі. Қорқынышты екен. Мынау иісі жестко шығып отыр бір. Ал енді соңғысы қалсын. Последний, да? Иә. Давай. Так, давай менен сен жанына қойып жіберейін. Ебая. Ага. Мына жерде вилкасы бар. Дұрыс тұр ғой, да, өзің? Так, чуть-чуть тағы бері жақындатып жіберейін. Все, идеально. Ой. Мынау иісі басқаша шығып тұр. Халал ғой, Халал. Деп ойлаймын енді. Давай. Все, давай. Деген діртіркән өті басқаша дәм шықты. Че там? Реально айтайын, Әділ. Мына жеген зат вообще номад, давай көзімді ашып қарайыншы. Обычный лапша ғой мынау вообще. Негізінде иә.
Может, сорпасы ұнап қалады, если сорпасын ішсең. Нашты емес, бірақ өте жаман дәмеке. Емай, қандай нәрсе алып келіп қинады мені. Достар, комментке жаз келейік. Обратно әділге тоже жегішші деп. Сонда әділге келесі жол вообще жестко нәрсе беретін болам. Так что жаз келіңіздер. В общем, осылай видео бітті. Каналға жазылып лайк басып кетіңдер. Ал сендермен болған мен Әділ және Ерді. Барлықтарына давайте.